Бұл жерде ұлт пенен дінді шатастырудың ешқандай қажеті жоқ. Жаңағы қазақпын деп айтпа, мұсылманмын деп айт дейтіндердің қандай арам пиғылы бар екенін мен анық білмеймін, бірақ та бұл қазақтың тұтастығына, ұлттың бірлігіне, ұлттың жаңағы ынтымағына соған бір селкеу түсіретін, соған бір күмәндандыратұғын бір жаман арам ой бар секілді болып көрініп тұрады маған. Қандай халық болмасын, ол халықтың белгілі бір атауға ие болатын жеке ұлт ретінде танылуы, сақталуы ең алдымен оның тіліне, содан кейін өзіне тән салт дәстүр, әдет ғұрпы соған байланысты. Сол арқылы оның ұлттық бет бейнесі көрінеді. Сол арқылы оның ұлттық психологиясы барлығы көрініп жатады.